Мәриям Тұрановтың жүзіне мұңая қарап отыр. Маған көптеген нәрсе түсініксіз, деп бастады ол сөзін. Егер жиналған ғылыми деректердің негізінен қозғасаң, бірталай қызық пікір айтуға тура келер. Атмосферада белок пен көміртегі орасан көп мөлшерде шоғырланған. Оған қарағанда планетадағы тіршілік мөлшері шарасынан мүлде асып кеткен тәрізді. Кеме аспаптары планета үстінде оттегі бөліп шығаратын қуатты көздер бар екенін тіркеді. Бұл өте қызық құбылыс. Планетадағы фотосинтез процесі атмосфераның жоғары қабатында жүреді екен. Яғни, біздің жер бетінде өсімдік топырақта өсіп өніп, олар алуан түрлі формада табиғаттың ауа райының ыңғайына қарай икемделсе, мұнда тіпті де олай емес. Өсімдік атаулы ауада жүзіп жүретін көрінеді. Экипаж мүшелері телеэкранға қарап айран асыр болысты. Өзіміз куә болдық қой, планетаның ауа райы мүлде өзгермейтіндей біркелкі. Сол себепті мұнда өсімдіктердің жер бетіндегі сияқты түрліше формасы жоқ. Олар атмосфераға тарап кеткен. Бұл бір біз естімеген ғажап екен. Онда жаңағы Байқоңырға қарай ұшқан снаряд осы планетаның бізге лақтырған сексеуілі болған ғой шамасы, деді Кибер. Бәрі қарқылдап күлді. Қалай болғанда да бізге сыртқа шығу керек. Кеменің ақауын жөндеп алу оншалықты қиын емес, бірақ қайта ұшып шыға алатындығымызға үлкен күмән бар, деді сәлден соң Тұранов. Ол экипаж мүшелерінің көңілін күлкісін іштей қуанса да, өзін байсал ұстады. Бұл күлкі емес, достар. Атмосфера биотоктың аса қуатты разрядына бөліп тұр. Біз мұнда тұрғанда әрине ешбір қауіп жоқ. Ал көтеріліп ұша бастасақ, планетаның тарту күшін біздің организм жеңе алмайды. Денеміз ұсақ-түйек бөлшектерге ыдырап кетуі мүмкін. Осындай үлкен планета тек ұсақ биоорганизмдер құйынынан тұрмайтын шығар. Мұнда даму сатысы жоғары ақыл иелерінің болуы да ықтимал ғой, деді Мариям. Мен сыртқа шығып барлап қайтуға қарсы емеспін. Сіздердің барлықтарыңызға биомагнит скафандр кигізіп, оның плюстарын ауыстырып жіберейік. Сонда ешбір микроб бізге жақындай алмайды. Кемеде Осипов пен Оразов қалатын болды да, сыртқы экспедицияға Мариям, Тұранов және Кибер шығатын болып ұйғарылды. Экспедиция мүшелері жол жабдықтарын жөндеп болғаннан кейін жұмсақ дөңгелекті амфибия автомобильге отырды. Вертолеттік қондырғыны әдейі алмай тастап кетті. Мынау ауадағы толып жүрген балықтар оның винтінің айналуына жол бермес. Автомобиль жап-жайдақ тақырмен жылжи жөнеледі де, алыстан қарауытып көрінген тауға бет алды. Кибер жолшыбай машинаны 3-4 рет тоқтатты. Тұранов әр аялдаған сайын топырақ ұнтағын, өсімдік қалдықтарын іздеген болды. Бірақ онысынан түк шықпады. Бір-екі рет аяқ астына бұрғы салып көріп еді, қоймалжың көкшіл сұйық бұрқылдап шыға келді. Бұл не ғажап? Жердің астында да биологтық заттар шоғырланған ба? Деп күбір етті Тұранов. Ахмет-ау, сіз өзіңіздің қайда тұрғаныңызды ұмытып кетіпсіз-ау. Сіз сиқырдың үстінде тұрсыз, деп Мәриям оның сөзін бөлді. Бұрғыны қайтесіз? Одан да ана біреу шұбалып өсіп тұрған арқандар ағаш па, басқа ма, соны барып көрсек қайтеді? Тұранов басын шайқады. Ағашқа ұқсамайды. Жалаңша сусып тұрған бірдемелер ғой, пәлесінен аулақ. Қараңызшы, арқандардың табан асты үңірейіп тұр, қып-қызыл бірдеңе жылтырлайды, деді Мәриям. Сол кезде телерация қызыл от берді. Экраннан Оразовтың бейнесі шыға келді. Неғып тоқтап қалдыңдар? Кісі жегіш ағаштарды бақылап тұрмыз, деп жауап қатты Кибер. Енді ағашты автомобиль арқылы кемедегілер де бақылай бастады. Ағаштың тармақ бұтақтары жан-жағын соққылап теңселіп тұр. Сыртқы түрі қорқыныштақ, кенет ғажап көрініс. Ағаштар ысқырған дыбыс шығарып, бірін-бірі соққылап дуылдасып қалды. Бейне бір 7 басты аждаһа деп қалуға болардай. Космонавттар енді көрді. Алыстан өрене тектес жанды торпедалар ұшып келе жатыр екен.
Олар жан түршігерлік дауыспен қиқу салып келеді. Бет алысы Байқоңыр 12. Зеңбіректі дайындаңдар, мына бағанағы айдаһарлардың бір тобы, деп айқайлап жіберді Кибер. Мәриям қорыққаннан бүрісіп қалды. Торпедалар дуылдап тұрған ағаштардың үстіне келгенде ысылдаған, сытырлаған үндер естілді. Іле-шала қорқынышты жәндіктер топырлап құлай бастады. Қанды ағаш деп отырғандары жаны бар хайуанаттың қолы сияқты бірдеңе болып шықты. Шіркіндердің ептісай, торпедаларды жерге түсірмей, қағып алып, жұрмалап, ауыз сияқты бір қуысқа тыққылап жатыр. Тауға бет алыңдар, ағаштардың не екенін көрдіңдер ғой, мұқият сақ болыңдар, сіздердің қолдарыңызда Байқоңырдың тағдыры. Тұранов пен Мариям Оразовтың бұл сөздерін бұйрық деп ұқты. Экран сөніп қалды. Автомобиль кедір-бұдыры жоқ, жайдақ жолмен баяу қозғалып жүре берді. Әрбір сүйем жолды электрондық аппаратпен мұқият зерттеп келе жатыр. Атомдық локатор жүрген жолдың әрбір 100 метрде шыңырау тұңғиыққа толқын жіберіп, түрлі деректер жазып келеді. 1,5 сағаттай жол жүргеннен соң автомобиль үлкен жарға келіп тірелді. Жардың асты ағып жатқан Қарақошқыл өзен. Өзеннің үстін жұп-жұқа мөлдір қабық қымтап жауып тұр. Өзен үсті құж-құж қайнаған ұсақ жәндіктердің қара құйыны. Қарақошқыл судың ішінде де алуан түрлі жәндіктер мол екен. Біреуі жыланша иірілген ұзын, екіншісі домалақ, кейбіреуі үш бұрышты жалпақ. Бірақ бәрінің де тұрақты формасы жоқ. Бұлтыңдап сынапша толқып құбыла береді. Тұранов пен Мәриям жар басында ұзақ уақыт тұрды. Кибер өзенге ауыз салып жаңағыдай балықтардың 4-5-еуін ұстап алды. Бірақ олар балық сияқты аузын ашып туламай, кәдімгі тюлендерше домалап қашып берді. Кибер мәз болып қуып жүр. Ахмет ағасы, не болса о болсын, мен бір балық сорпасын қайнатып жіберсем қайтеді? Тұранов Кибердің әзіліне селсоқ қалды. Дегенмен балықтардың бір-екеуін алып тоңазытқышқа бекіттіріп тастады. Содан кейін өзі Мәриямды қолтығынан алып өзен жағалап кетті. Кибер автомобильді арттарынан баяу жүргізіп келеді. Ахмет, сіз айтыңызшы, бұл не қылған ғажап планета? Көзімізге тірі жәндіктерден басқа ештеме түспей қойды ғой. Мына ағып жатқан суы да жаны бар бірдеңе сияқты. Мен өте қысылып келе жатырмын. Біреу, бәлкім осы планетаның ақылды тұрғыны болуы ғажап емес. Екі көзін өңменнен өткізе тесірейіп тұрған тәрізді. Арқан тоңазып, қорқа бастадым. Тоқташ, Мәриям, сен мынау дүңкілдеген дыбысты естисің бе? Мәриям енді қана естіді. Расында да бір дүңкілдеген дыбыс алыстан еміс-еміс келіп тұр. Ол оның жүрек соғысымен бір ритмде сияқты. Мәриям шошып кетті. Жүр, автомобильге қайтайық. Олар артынан біреу қуып келе жатқандай қалбалақтай ұшты. Аяғының астында үлкен бір жануардың денесі сияқты. Олар автомобильге ентіге жүгіріп келіп қараса, Кибер кабинаға бүк түсіп жатып қалыпты. Мәриям Кибердің басын ашып қарады. Оларда еш ақау жоқ, барлық электрондық лампалар қаз қалпында. Ахмет, енді не істейміз? Киберіміз өліп қалыпты ғой. Тұранов Кибердің жүрек тұсын, миын ашып қарады, бірақ ешбір мүкіс таба алмады. Содан кейін олар Кибердің жотасындағы аккумуляторды алып көрді. Мәриям шыдай алмай күліп жіберді. Кибер өз аккумуляторының қуатын разрядтап жіберіпті де, оның үстінде жаңағы өзендегі қоймалжың сұйықты құйып қойыпты. Сабазыңыз өзіне жан салып алмақшы болған екен ғой. Идеясы дұрыс-ақ, бірақ қарсы мәндес зарядты ұмытқаны несі мұның? Тұранов нейлон сүзгімен ауадан жәндіктер сүзіп алды. Дорбаға 3-4 килограммдай шыбын-шіркей тәріздес құрттар толды. Ахмет оны ептеп отырып аккумулятордың ішіндегі сұйыққа қосты. Сол кезде Кибердің денесінен тоқ жүріп, оған жан бітті. Ойпырмау, мына жерде топырақпен кәдімгі судан адам жасап алуға болады екен ғой, деді Мәриям. Кибер орнынан тұрып, санын шапалақтап қуанды. Енді Құда қаласа біраз темір тұмардан арылып, жеңілдейтін шығармын. Байқұс-ау, онда тамақ ішіп әуре боласың ғой, деп Мәриям шаншып қалды. Сол кезде автомобильдің телеэкраны жарық берді. Экранда Оразов.
Туранов, қайтуға бет бұрыңыздар. Бізге енді көп күтуге болмайды. Қос жұлдыз системасы өзінің қозғалысымен бізді маршруттан бірте-бірте алыстатып әкетіп барады. Енді 1-2 тәулік кешіксек, 100 жылдық шалғайдан бір-ақ шығамыз. Автомобильден ешбір дыбыс шықпады. Кейбір төменгі отсекті басын сұғып жиналған жәндіктерді қызықтап тұр еді. Ешкім үндемеген соң таңданып өзінің жолдастарына көз салды. Мәриям алған әсердің күштілігінен бе, әлде шаршап ұйқысы келген бе, автомобильдің жұмсақ орындығына шалқалап қалыпты. Осы кезде Тұрановтың иығынан да әлде қандай күш басып тұқыртып әкеткен еді. Кейбір екеуін алма-кезек жұлқылап оята берді. Экраннан Оразовтың бейнесі тесіле қарап тұр. Не болған сендерге? Тападай талысты ұйықтаған несі? Жүрмейміз бе? Деді кейбір. Мәриям әрең-әрең көзін ашты. Менің жүрегімнің соғысы құлағыма өте түткілдеп естіліп тұр. Тұранов қайт, деді сылқ ете қалды. Оразов шұғыл қайтуға бұйырды. Рөлге кейбір отырды. Оның құлағына солқылдап үдей соғып тұрған жүректің дыбысы естілді. Оның жаратылысында қорқу деген сезім жоқты, бірақ адамзатқа төнетін қауіпті түсінетін тетігі бар. Сол тетіктің қызыл лампасы жалт-жалт жанып есін шығарды. Кейбір автомобильдің жүрісін жылдамдатып кемеге ұмтылды. Жып-жылы тәтті ұйқы құшағында жатып Туранов өзін-өзі біреудің қатты тартқылап оятып жатқанын сезінді. Қаншалықты күштеніп қозғалысы келсе де, жалғыз бақайына шамасы келмей жатыр. Қаны ұйып, жүрегі тоқтап қалған сияқты. Біреу әлуетті қолымен иығынан сілкіп-сілкіп жіберді. Оразов пен Мәриям иығына укол салып жатыр екен. Сендер планетаның орбитасын, оның тәулік, айлық мерзімін есептедіңдер ме? Деді ол. Оразов электронды есептегіш машинадан перфолентаны суырып алып, Турановтың қолына ұстатты. Ол креслода шалқалап жатып, тез көз жүгіртіп өтті. Біз 2 сағаттың ішінде бұл планетаны тастап шығуымыз керек. Әйтпесе жаңағы Мәриям екеумізді ұйықтатқан ыстық леп ақырындап осында да жетеді. Қалған планетадан құтылғаннан кейін айтамын. Экипаж мүшелері әрқайсысы өзінің міндетті атқаруға кірісті. Ешқандай бұйрықтың қажеті болмады. Әп сәтте Байқоңыр 12 қанатын қомданып гүрілдей бастады. Кеме сопласынан ұшқындап шыққан жалын планетаның үстін күйдіріп, қоңырсыған иіс шығады. Кенет аяқ асты теңселіп, жер сілкінгендей болды. Байқоңыр 12 тік көтеріліп тартып кетті. Оразов Турановқа қарап ойланып отыр. Ахмет, осы біздің жаңағы көргеніміз не бәле? Сіз биологсыз ғой. Қандай тұжырымға келдіңіз? Мен білсем, біздің көргеніміз космос әлеміндегі ең бір сирек ұшырасатын ғажайып құбылыс. Жаңағы біздің тұтқынымыздағы планетаның жаны бар болып шықты. Жаны бар? Барлық экипаж мүшелері айран асыр болып үрпиісіп қалды. Бүтіндей бір планетаның алып жануар болуы мүмкін бе? Бұл ақылға сыймайтын жағдай екен, деді Мәриям. Айтып отырғаныңыз тіпті космоста тіршіліктің пайда болу заңына да қайшы ғой? Тіршіліктің пайда болу заңына дейсіз бе? Деді Туранов. Сіз өзіңіз қалай пайда болдыңыз? Космостық табиғаттың адам сияқты тірі организмді дүниеге тудыруы тіпті де ғажайып емес пе? Бұл да сондай бір құбылыс. Жер бетіндегі тіршілік ауа райына байланысты мың құбылған формада өсіп өнді. Ал бұл планетаға ондай форманың қажеті жоқ. Олар ортақ биогравитациялық заңға бағынған. Бізді сіз асықтырғанда нендей қауіпке сүйендіңіз, және біз осындай алып планетаның тартылыс күшін қалайша жеңдік? Деп сұрады Оразов. Мен алдымен планета үстіндегі жәндіктердің азайғанын, олардың қозғалыстарының сая бір тапқанын байқадым. Содан кейін дүңкілдеп соққан жүректің дыбысы естілді. Осы планетаның алып жүрегі болуы ғажап емес. Жүрек соққанда жан-жаққа жылы леп тарап, ол лүпіл планетаны ұйқыға баурайды екен. Біздің Мәриям екеуміз ұйықтап қалуымыз сол себептен екен. Планета бір космостық тәулікте ұзақ уақыт ұйқыға кететін көрінеді. Біз соның куәсі болдық. Байқоңырдың биогравитацияны жеңіп ұшып шығалуы да осы ұйқының арқасы. Экипаж мүшелері тым-тырыс қалды. Әр қайсысы өзінің жиған терген материалдарын ойлап, орталық космос станциясына қандай құнды ғылыми дерек алып келетініне қуанып отырған еді. Байқоңыр 12 автокосмостың басқаруына көшіп барлық экипаж мүшелері анабиостық ұйқыға жатты. Тек қана кейбір ояу отыр. Оның маңдайындағы жалғыз көз жасыл от шашып жылт-жылт етеді.